Туған жер республикалық форумының аясында елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын негізге алған семинар кеңесі өтті. Президент әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі Аида Балаева мақаладан өрбейтін бағдарламаларды жүзеге асыру жөнінен біздің облыстың көш бастап тұрғанын айтып, жасалып жатқан жұмыстарға жоғары баға берді. Рухани жаңғыру ұлттық құндылықтарымызды сақтап қалудың жолы. Елбасы мақаласында салт дәстүріміз бен тілімізді, мәдениетімізді, тарихымызды сақтауға мән берілген. Жиында ұлттық код, адами капитал сапасын жақсарту мәселесі кеңінен айтылды. Қазір бағдарламадағы жобалардың жүзеге асырылуын қадағалайтын ұлттық комиссия құрылды. Ал аймақтарда осы мақсатта жұмыс топтары іске кірісті. Жұмыстары ақтөбеліктерді қуантатын жағдай. Жалпы осы жұмыстың нәтижесінде біздің Ақтөбе облысы ең жоғарғы деңгейде ұйымдастырылып отырған облыстардың бірі. Оны елбасы өзінің Көкшетаудағы үлкен жиында басып айтты. Әр облыс әкімдерге Ақтөбе облысын үлгі ретінде алып, оны арқартай осы облыста қандай жұмыстар атқарылып жатыр, соны көрсетуге тапсырма берген болатын.